Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қазыны пищевая пленкада қалай орайтынын көрсетемін. Алдымен қазыны тұздап, бұрыштап аламыз. Тұз бен бұрышты барлық жан-жағына сеуіп шығамыз. Негізі қазыны қазақтарда шекке салады. Бірақ қазіргі заман талабына байланысты қазыны пищевая пленкаға ораса да болады. Пищевая пленкада қазы өзінің формасын және майын өзінде сақтап қалады. Қазыны орамай қазанға салып пісіретін болсаңыздар, қазының майы сорпада езіліп кетеді. Видеода көрсетілгендей, пищевая пленканы стөлдің үстіне жайып, үстіне жақсылап қазыны орналастырып, орай бастаймыз. Енді қалыңдау жіпті алып, орай бастаймыз. Қазымызды орап жіппен байлап болып қалдық. Енді морозильникке қатырсаңыздар болады.